Саламатсыңдар ма? Бүгін математика сабағынан 104-ші сабақ қорытындылау тақырыбын өтеміз. Тақырыптағы барлық есепті талдап шығарамыз, сабақты соңына дейін қараңыздар. Сонымен бірінші тапсырма. Мәтінде берілген мәліметтерді пайдаланып, екі жай есеп құрастыр дейді. Мәтіндегі қандай мәліметтер қажет болмады? Сонымен, Каспий теңізі біздің ғаламшардағы ерекше табиғи су қойма, оны әлемдегі ең үлкен көл деп атайды. Солтүстіктен оңтүстікке дейін 1030 километрге, шығыстан батысқа дейін 435 километрге созылып жатыр. Каспий теңізі Қазаншұңқырының өлшемі бойынша әлемдегі ең ірі тұйық су қойма. Оның жалпы ауданы 371 мың квадрат километр. Өткен ғасырдың 80-ші жылдарындағы ғалымдардың дерегі бойынша онда 380 мың итбалық болған. Ал қазір олардың саны 110 мыңға жуық екен. Сонымен бірінші тапсырмамыз мына бастапқыдағы берілген мәліметтерге байланысты болсын. Солтүстіктен оңтүстікке дейін 1030 километр, шығыстан батысқа дейін 435 километр екен. Енді екіншісі біріншіден қанша километрге артық, соны есептейік. Ол үшін 1030-дан 435-ді азайтамыз, сонда 595. Есептің жауабы солтүстіктен оңтүстікке дейін 595 километр артық созылып жатыр екен. Енді екінші тапсырманы құрастырайық. 80-ші жылдардағы итбалықтардың саны 380 мың, ал қазір 110 мың. Шешуі 380 мыңнан 110 мыңды азайтамыз, 270 мың. Сонда есептің жауабы қазір итбалықтардың саны 270 мыңға азайды. Енді біздің мына жердегі пайдаланбаған мәліметіміз, ол көлдің жалпы ауданы 371 мың квадрат километрді пайдаланбадық. Тапсырма орындалды, келесі есеп. Есепті оқы, сызбаға қара, сызбада қандай мәліметтер жетіспей тұр, есепті шығар. Арақашықтығы 215 километр болатын екі айлақтан бір уақытта бірінен бірі қарама қарсы бағытқа екі кеме жолға шығады. Біреуінің жылдамдығы сағатына 23 километр, екіншісінікі 28. Дәл осындай жылдамдықпен қозғалатын болса, 12 сағаттан кейін олардың арақашықтығы қандай болды? Есептің шартын жазып аламыз. Алдымен қашықтау жылдамдығын табамыз. Бізде жылдамдықтары, бағыттары қарама қарсы болса, жылдамдықтары қосылады. Яғни V1-ге V2-ні қосамыз. 23-ке 28-ді қоссақ, 51 километр бөліне сағат. Қашықтау жылдамдығын анықтадық. Енді S жалпыны табамыз. Ол үшін мұнда берілген километрге қосамыз S1-ді. S1-ді қалай анықтаймыз? Қашықтау жылдамдығын уақытқа көбейтеміз. 51-ді 12-ге көбейтсек 612 километр. Екеуінің қосындысы 827. Сонда есептің жауабы 12 сағаттан кейін олардың арасы 827 километр болды. Келесі. Үшінші есеп. Ауылдан қалаға дейін арақашықтығы 50 километр, ауылдан қалаға дейін 5 километр бөлінген сағат жылдамдықпен жаяу жүргінші шығады. 2 сағаттан кейін олар қарама-қарсы бағытта 15 километр бөлінген сағат жылдамдықпен велосипедші шықты. Олар неше сағаттан кейін кездесті, яғни кездесу уақытын анықтаймыз, оны Т2 деп аламыз. Өйткені Т1 уақыт берілген, ол 2 сағат. Есептің шартын жазып аламыз, енді есепті шығарайық. S1. Бірінші жылдамдықты көбейтеміз уақытқа. 5-ті 2-ге көбейтеміз 10 километр. Бұл 10 километр деп тапқанымыз жаяу жүргіншінің 2 сағатта жүрген километр екен. Енді S2-ні есептейміз. Ол үшін мына 50 километрден тапқан 10 километрді азайтамыз, сонда 40 километр. Бұл жаяу жүргінші мен велосипедшінің арасы. Жақындау жылдамдығын табамыз. Бізде бағыттары қарама-қарсы, сондықтан жылдамдықтары қосылады. 5-ке 15-ті қоссақ, 20 километр бөлінген сағат екен. Енді кездесу уақытын анықтау үшін S2-ні бөлеміз жақындау жылдамдығына. 40-ті 20-ға бөлеміз 2 сағат. Есептің жауабы олар 2 сағаттан кейін кездеседі. Төртінші тапсырма.
Арақашықтығы 75 километр болатын екі автобекеттен бір уақытта, бір бағытта автобус пен машина жолға шығады. Автобустың жылдамдығы сағатына 65 километр, машинаныкі сағатына 80 километр жылдамдықпен жүреді. 4 сағаттан кейін олардың арақашықтығы қанша болады? Енді алдымен жақындау жылдамдығын табамыз. Бағыттары бір бағытта, демек жылдамдықтар азайтылады. 80-ден 65-ті азайтсақ 15. Енді жалпы S-ті табу үшін біз берілген 75 километрден азайтамыз. Мына жақындау жылдамдық пен уақыттың көбейтіндісін. 75-тен 60-ты азайтсақ 15. Есептің жауабы бізде мына екеуінің арақашықтығы 4 сағаттан кейін 15 километр болады екен. 5-ші тапсырма. Өте қызықты есеп. Мына М қаласынан N қаласына 3 жол бар. 1, 2, 3. Ал N қаласынан X қаласына 2 жол бар. 1, 2. N арқылы өтетін неше жол М қаласынан X қаласына әкеледі. Енді есепті шығармас бұрын мына әрбір жолды белгілеп алайық. Бірінші жолды А, екінші жолды Б, үшінші жолды С. Д және Е жолдары болсын. Енді қарайық. А жолымен жүреді, кейін Д жолымен X қаласына жетеді. Ол бірінші нұсқасы. А жолымен келіп, Е жолымен X қаласына жетеді. Бұл екінші нұсқа. Дәл солай. Б қаласымен келеді тағына. Б жолымен жүріп Д-ға қарай. Тағы бір нұсқа, Б жолымен келіп, Е жолына келеді. 4 нұсқа болды. С, Б және С, Е арқылы М қаласынан Н қаласы арқылы өтіп, X қаласына жетеді. Яғни бізде 6 нұсқа бар екен. Енді бізден тағы сұрап тұр. Биылғы жылы мына М және N және X қалалар арасында тағы бір жолдан салынады. Енді неше нұсқа болады? Мінекей, М-нан N қаласына бір жол салынады. Оны F деп белгілейік. X-тан N-ға қарай тағы бір жол салынады. Оны N деп белгілейік. Енді дәл бағанағы жолдармен мына 6 жолды көшіріп алып келіп қоямыз. Тағы жаңадан қосылған нұсқалармен, жолдармен мүмкін болатын нұсқалар жазып шығайық. Ол F, D, F, E және F, N арқылы 3 нұсқа болды. Келесі A, N арқылы бір нұсқа болады, B, N және S, N арқылы тағы жол жүре алады екен. Барлығы бізде 12 нұсқа бар. Тапсырма орындалды. Келесі есеп. Қатерлерді тап, амалдарды орындай отырып, дұрыстығын тексер. Сонымен 9-ды 7-ге көбейтеміз 63, 3-ше түсіп 6-сы ойда. Дәл солай есептеп келеміз. 6 жердегі 7 42, 42-ге ойдаған 6-ны қосамыз. 48 4-ті ойда. 8 түседі. 7 жердегі 2 14, ойдағымен 18. Демек, мына жерге 8-ді жазады екенбіз. Келесі 2-ні 9-ға көбейтеміз. 1-і ойда. 8 түседі. 6 жердегі 2 12, ойдағымен 13. 3-і түседі, 1-і ойда. 2 жердегі 2 4, ойдағымен 5. 538. Енді 2 амалды қосамыз. 3, 8-ге 8-ді қосамыз. 16. 1-і ойда. 6-сы түседі. 8-ге 3-ті қосамыз. 11, ойдағымен 12. 2 санын жазамыз. Енді 5. Ке 1-ді қосамыз 6, ойдағы 1-мен 7. Демек, 269-ды 27-ге көбейтсек, 7263 болады екен. Енді 769-ды 524-ге көбейтеміз. 9-ды 4-ге көбейтеміз. 36, 3-і ойда, 6-сы түседі. 6 жердегі 4-ін 24, 24-ге 3-ті қосамыз. 27, 2-сі ойда, 7 түседі. 7 жердегі 4-ін 28, ойдағы 2-мен 30. 30 мың 76, дұрыс екен. Енді 2-ні көбейтеміз. 9 жердегі 2 18, 1-і ойда 8 түседі. 2 жердегі 6 12, 13, 1-і ойда 3-і түседі.
7/14 ойдағымен 15 538 екен. Енді бұмен тоқта қалмайды, әлі 5-ті 769-ға көбейтеміз. Сонда 3845 шығады. Яғни тураны 5-тің астына жазамыз 5, кейін 4, 3, 8 және 3. Енді осы барлық 3 бағанда орналасқан сандарды қосамыз. Шығады 402.956. Сонда 769-ды 524-ге көбейтсек 402.956. Тапсырма орындалды. Енді бөлу амалын орындайық. Келесі 500.000 526-ны бөлеміз 351-ге. 500-ден қайырамыз. 351-ді 1-ге көбейтеміз. 351, 500-ден 351-ді алсақ. 149. 5 саны түседі. 1495 болды. Енді қараймыз. 351-ді 3-ке көбейткен. 1053. Одан да көп сан беруге болады. 4-тен беріп көрейік. Сонда 351-ді 4-ке көбейтсек 1404. Мынадан аз, енді 1495-тен азайтамыз. 1404-ті шығады 91. 91. Келесі 2 сан түседі жанына 912 болды. 351-ден көбейтеміз 2-ге. Сонда 702 шығады. 912-ден азайтамыз 702-ні. 210 шығады. Енді 210 келесі соңғы 6 саны түседі. 2106 шықты. 6-дан береміз. 351-ді 6-ға көбейтсек 2106. Екеуін азайтамыз 0. Мына жағын барлығын жазып қажет емес. Мінекей осыдан біздің есебіміз аяқталады екен. Тапсырма орындалды. Келесі есеп. 7-ші тапсырма өлшеулер жүргізіп фигураның боялған бөлігінің ауданын тап. Барлық фигураның қандай бөлігін құрайтынын анықта. БС қабырғасын есептейміз 4 см. АБ қабырғасы 2 см. Енді 4 бұрыштың ауданын есептеп көрейік. Бірінші, ол үшін 2 қабырғаны көбейтеміз. 4-ті 2-ге көбейтсек 8 см. Яғни ұзындығы мен енін. 3 бұрыштың ауданын есептеу үшін тапқан мына 4 бұрышты 2-ге бөлеміз. Неге? Себебі мынау 3 бұрыш бізде 4 бұрыштың тең жартысын алып тұр. 8-ді 2-ге бөлсек 4 см. Мінеге 3 бұрыштың ауданы. Енді есептің жауабы фигураның боялған бөлігінің ауданы 4 см квадратқа тең, ал барлық бұл тапқан 3 бұрыш фигураның 2-ден 1 бөлігін құрайды, яғни тең жартысын. 8-ші тапсырма. Жәшікте түстері әртүрлі 6 кішкентай шар бар. Қызыл, сары, жасыл, көкшіл, қызғылт және қара. Әлия жәшіктен қарамай тұрып бір шар алады. Егер алынған шар қызыл түсті болмаса, оны шетке қояттағына, қызыл түсті шар алғанша жалғастыра береді. Әлияның жәшіктен қызыл түсті шарды алуының барынша көбірек қанша нұсқасы бар деді. Жәшікте қызыл шықпайынша барлық шарды шығарып тастайды, яғни шетке қояды. Сонда бірінші шарды алады, ол сары болуы мүмкін. Оны шетке қояды. Біз барлық мүмкін болатын нұсқасын қараймыз. Келесі, жасыл, қызыл шықпады, оны да шетке қоямыз. Көкшіл түсті алып шығады, қызғылт түсті алып шығады, қара түсті алып шығады. Осы 5 түс аяқталғанша 6-шы түсті алып шарды алса, бізде оның қызыл шар болып шығуы мүмкін екен. Демек барлық 6 мүмкіндігі бар. 9-шы тапсырма. Әрбір қатардың заңдылығын анықта. Әр қатарға 4 санын жазып, қатарды жалғастыр. Мұнда байқасақ, 254, 250, 246. Әрбір сан 4 санға кеміп отыр. Демек, мынадан кейін біз жазамыз 246-дан 4 азайтамыз 242. Бізде 4 саннан жазу керек қой. 242-ден 4 азайтамыз 238,
238-ден 4 азайтамыз 234, одан тағы 4 азайтсақ 230 мінеке барлық 4 санды жаздық. Екінші нұсқасына қарап көрейік. 128, 132, 136. Мұнда керісінше 4 санға артып отыр. 128-ге 4-ті қосамыз, 132. Оған 4-ті қосамыз, 136. Енді келесі 4 санды жазамыз. Дәл әрбір санға 4 бірлікті қосып отырамыз. Тапсырма орындалды. Келесі есеп. Соңғы үй тапсырмасы. Егер сандағы барлық цифрлар әртүрлі болса, 6, 7, 8, 9 цифрларының көмегімен әртүрлі қанша 2 таңбалы сан жаза аласың дейді. Барлық нұсқасын жазып көрсет. 60-тан басталатын бізде 67, 68, 69 3 нұсқа бар. Дәл солай 7-ден басталатын 76, 78, 79, 86, 87, 89, 96, 97 және 98 деген барлығы 12 2 таңбалы санда жазалады екенбіз. Тақырыптағы барлық 10 тапсырманы талдап шығардық. Сабақ ұнаса видеоға лайк басып, каналға тіркеліп алыңыздар. Сау болыңдар.